Тек қана маған жаныма бататын сахар мен мына аяқ неседі ғой. Сосын мына белет. Олардың бәрі Құдайға шүкір жақсы болды қазір. Қуанышты. Мен бұрын осы номатты алып ішкенмін, 2 рет алып іштім номатты. Майында жақтым. Аяғымның ауырғанлары кетті. Қантым 23-ке 13-ке түсті қантым. Осы мына жаңадан шыққан алып көрейін деп жатырмын. Маған қатты осы номаттың несі ұнады. Маған көп жәрдем етті номат. Мен басқа нелерді алып ішіп жатырмын, баттарды. Ешқайсы маған әсер еткен жоқ. Енді мен қайтадан осы номатты алып жатырмын. Ем болсын. Енді толығырақ айтып кетіңізші, қандай диагноз, қанша жыл болды ауырып жүргеніне? Мен қазір неден сахардан ауырғаныма 15 жыл болды. Бірақ больницаға қаралып, бір дәрі алып не істеген жоқпын. 13-пенен жүрдім. 13-тен 23-ке көтеріліп кетті менікі. Содан мен больницаға көрген кезде менде 23, 2 рет инсулин алдым. Содан мен дәрі нелерін алып іштім, бірақ кеткен жоқ. Одан осы номатты естідім. Осыдан бір жыл бұрын. Номатты естіп, осы номатты алдым. Номатты ішіп жүргенде жақсы болды. Аяғым жүрмейтін еді. Аяғларым ісіклері қайтты. Мына 2 тіземнің ісігі қайтты. Дым жақсы болды. Сосын аяғымның астында да қан үйіп қалғандай, басқанда сондай болатын еді. Қазір солардың бәрі тарқалып кетті қазір, не? Құдайға шүкір. Енді қазір не осы жаңадан шыққан екен мынау. Осыны алып ішіп көрейін деп жатырмын. Сіз қайдан естідіңіз номат жайында? Мен номатқа жазылып қойғанмын ғой. TikToktан көріп отырсыз ба? Барлық несін TikToктан қарап отырамын. Адамлардың айтқанларын бәрін. Бізде байқадыңыз ба, көп адамдар сахардан жазылып жатқанын естідіңіз ба? Осы сахардан мен көп адамның нелерінде оқимын да, біреуі жаман айтып отырған жоқ. Мен өзім білемін, оны 2 рет алып іштім ғой, мен 2 ай іштім. Мен өзім маған ұнағаннан кейін менің ауруларым кеткеннен мен даже жатып та қалдым. Осыдан кейін мен тұрдым, аяқтан тұрдым, жүрдім. Енді қайтадан осы мына жаңасын алып көрейін. Не үшін арасын үздіңіз? Өйткені жазылып кеткеннен кейін де ұмытып кеткен шығарсыз ауруыңызды. Мен басым айланбай қалды одан кейін. Ой, болды ғой, тәуір болды деп не қылдым ғой. Адамдар көбісі 1-2 рет алады дағы, жазылып кетеді де ұмытып кетеді. Сондай болды менде. Бұл тәуір болдым деп ойладым ғой мен. Бұны негізі жалғастыра беру керек. Жарты жыл ішсе де болады, өзі біледі адам. Жарты жыл ішіп, 2 ай тоқтап, или 1 жыл ішіп 2 ай тоқтаса болады. Жеткен ағайын туысыма өзімнің жағдайымды айтып, мінекей мынадан тәуір болып кеттім мен. Менде даже инсульттен нең бар деген. Алдында қытайский неге барған ғой, инсульттен сен нең бар. Сосын сенде майда тамыр өліп қалған деген. Осыдан кейін мен жақсы болдым, шынын айтсам, не? Мен ана Қарақалпақстанда ағайын туғанларына да осыны нетіп жатырмын, алып ішіңдер, жатып қалған, инсульттан құлап жатыр қазір. Осыны алып ішіңдер деп мен айтып жатырмын бәріне. Енді қараңыз, аяғыңыз да жақсы болды дейсіз. Аяғыңыз қандай диагноз еді? Қанша жыл мазалады аяғыңыз сізді? Аяғым мен бұрыннан ревматизм ғой. Бірақ мына 2 тізем мындай жібермейді. Былай жүрсең діңке жоқ еді. Қазірдің жақсы аяқтан жүрмін. Ісіктері қайтты, аяғымның ісіктеріне. Мазын алып жаға бердім. Еще аяғымның астында айттым ғой, жаңа қан үйіп қалғандай, басқан кезде сахардан болады екен ғой. Түйірді бір тастарды басып жүргендей болатын едім. Қазір солардың бәрі жаздырды. Ем болсын, апай, қуаныштымыз сіз үшін, жүз жасаңыз. Тағы да қандай әсерін байқадыңыз? Асқазаныңыз, давлениеңіз? Асқазаным, олардың бәрі ғой, без проблем оларға, не? Тек қана маған жаныма бататын сахар мен мына аяқ неседі ғой. Сосын мына белет. Олардың бәрі Құдайға шүкір жақсы болды қазір. Қуанышты. Ана майда шүйден лайық емдейді екен ғой. Тек маған главный жаңағы заттар еді. Енді мына жаңа капсуласын ішіңіз азанда, түсте кешке 3 мезгіл ішесіз ғой. Тамақтың алдында іше беріңіз, күнде тоқтамай. Сізге біразға жетеді ғой, ішінде 270 капсула бізде, апай. Бұйырса мен бәріне де, балдарыма да, қыздарыма да айтып жатырмын, алып ішемін деп. Енді олар жас болса да белім дейді, аяғым дейді. Ауырмаса да ішсе болады адам үшін. Не обязательно ауырып, алдын ала ауырмай тұрып ішсе де болады. Енді мен мынаны ішемін, мынау жаңадан шыққаны ғой. Осыдан жақсы болса, қызым да отырған жақта, мама мен де аламын деп, не? Бұйырса ол да алады, ол асқазаны ғой енді. Ем болсын. Жақсы, апай, қуаныштымын, апай. Сау болыңыз.